Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым? Бүгін мен сіздерге ақ киімдерді қалай оңай ағарту керектігін және де кетпей жатқан дақтарды оңай кетірудің жолын көрсетемін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен осындай үлкен кастрюльге толтырып су құйып, газға қоямыз. Сосын осындай сабынды, менде антипятна деген дақтарға қарсы сабын, соның жартысынан көбін кесіп саламыз. Бұндай сабын қымбат емес, қолжетімді және де барлық дүкендерде бар. Егер де бұндай сабын болмаса, кәдімгі қарапайым күнделікті қолданып жүрген кір сабынды да қолдансаңыздар болады. Енді сабынды жаңағы суымызға саламыз. Сосын осылай қайнағанша бетін жауып қоямыз. Міне біздің суымыз кішкене ысып, көп бүршіктері шығып жатыр. Мен кішкене шанышқымен шанышып, кішкене өзім ары қарай ертіп жатырмын. Сабынды осылай бүтіндей салсаңыздар да болады. Болмаса, кәдімгі үкіштен өткізіп салсаңыздар, өте тамаша болады, тез бірден еріп кетеді. Міне біздің суымыз қайнады. Ақ киімдерді шетінен сыйғанынша салып жатырмын. Менде кәдімгідей жиналып қалыпты. Балалардың киімі, жолдасымның киімі, өзімдікі бар. Түстері сарғайып қалған, дақтары бар киімдер. Осылай салып, барлығын 1 сағат қайнатамыз. Арасында киімдерді ауыстырып, кішкене қозғап қоясыздар ары бері. Ішіне батырып. Менің киімдерім көп болған соң, мен осында үлкен ыдысқа қайнаттым. Егер де сіздерде 1-2 киім ғана болса, кішірек ыдысқа қайнатсаңыздар болады. Қазір нәтижесін көретін боламыз. Мен де басында сенбедім, өтірік па, рас па деп. Міне уже жарты сағаттан асты киімдер қайнағанына. Кәдімгі судың түсі өзгерген. Осылай қайнатудан қорықпаңыздар, киімдердің ешқандай сапасы құртылмайды. Қайта киімдердің түсі өзгеріп, өңі кіріп, бұрынғы жап-жаңа күйіндегі қалпына келеді. Міне мен біріншісін алып алдым, екінші сыймай қалған киімдерім. Киімдер осылай қайнап болған соң 1 сағат тағы да автоматқа салып жуып алдым. Міне киімдерім кепті. Сондай аппақ, жұмсақ болып қалған. Сапасы еш құрмаған. Жаңадан сатып алғандай өңі кіріп қалған киімдердің. Міне көреміз. Мына алдында, пижаманың алдында дақтар болатын сары. Міне аппақ болып қалған. Барлық киім кәдімгі қардай аппақ болған. Міне мына майкамыз. Бұл майканың алдында осындай қаралау дақтары бар етін. Міне қазір суреттен көрсетем. Міне сол дақтың ізі де қалмаған. Қайта майкамыз жап-жаңа болып қалған ғой. Мына балалардың мектепке киетін ақ футболкасы, алдында осындай сары дақтары бар етін. Бұл да жап-жаңа болып қалған. Міне мына футболкамыз сап-сары болып кеткен ғой, кәдімгі ескіріп, жазулары да түсі барлығы ескіріп кеткен. Міне осы футболкамыз жаңадан алғандай жап-жаңа болып қалған. Міне мына футболкамызда алдында сондай сары дақ бар етін. Ал мына футболкамызда міне осындай сап-сары пятналар бар етін. Даже ізі қалмаған ғой. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Сосын
комментарийга бөлүшүп кетиңиздер. Мына шалбардын балагы, жанагы белдери ушундай сары түстө болуп кеткен экен, өзүнүн түсү же. Міне балагынын өзү аппак болуп калган, түсү же агарган кадимгидей. Саргайып кеткен дагы бар кийимдерди кол менен укаласак да кетпейди, достор. Сондуктан осы адисти дурус деп таптым және де сиздермен бөлүшейин деген ой болду. Менин каналымдагы кызыктуу видеоларды жиберип алмаш үчүн менин каналыма тиркелип, лайк басып, коңгуроша белгисин баса кетиңиздер.